Айналайын шалау. Мына қыз ұзаққа созылатын түрі бар. Өй, кемпір, несін айтасың? Мына малдарға қиын болайын деп тұр. Құдай оңдап, осы суықтан аман есен шығып алсақ дұрыс болар еді. Қошқар, мына қыз бәрімізді әбігерге салды. Қорада шөпте таусылғанға ұқсайды. Білмеймін теке. Бірақ ата мен апаның айтуына қарағанда жағдайымыз мәз емес сияқты. Ұзын құлақтардан естуім бойынша келесі қыстақта шөп мол деседі. Сол жаққа барып көрсек қалай болады екен? Ата мен апаны қалдырып кетеміз бе? Жоқ, олай болмайды, теке. Қошқар, алдымен өзіміз барып барлап келейік, ата мен апаны сосын алып кетеміз. Ендеше тезірек жолға шығайық, теке. Алдымызда боран, үлгерейік. Теке, жолға керектінің бәрін алдың ба? Бұл жолғы сапар ұзақ болатын сияқты. Қошқар, енді тездетейік, ешкім байқамай тұрғанда. Қошқар, мұнда мен ойлағаннан да қорқынышты екен. Мына жерден бір нәрсе шығып қалатын сияқты. Қорқып келе жатырмын. Теке, қорқпа, қасыңда мен бармын. Мен ата мен апаны уайымдап келе жатырмын. Мен де ауылды ойлап келе жатырмын. Бізді іздеп қалмады ма екен деп. Қап, мыналар ма? Осы екеуінің жүрмейтін жері жоқ екен. Көсемге барып мына жағдайды тез айтуым керек. Олар бізге уақытысында жолықты. Енді оларды құтқаратын ешкім жоқ. Көсем, олар өте қауіпті. Тағы таяқ жеп қалмаймыз ба? Сендерді де көк бөрі дейді-ау. Мына сөздеріңді ешкім естімесін. Көп сөйлемей, іске кірсейік. Сендерді енді ешкім құтқара алмайды. Қарнымыз ашып тұр біздің. Сендер естерің барда, елдеріңді табыңдар. Болмаса өкінесіңдер. Біздің алдымызға тұрмаңдар. Біз қыстаққа бара жатырмыз. Ауылға тамақ керек. Егер кедергі жасағандар, өкінесіңдер. Сөздеріңе сенет дейсіңдер ма? Енді сендер бізден құтыла алмайсыңдар. Сендер жолымызды бөгеп жатсыңдар. Кетіңдер. Сендерден шаруамыз жоқ. Бізге тек тамақ керек. Мұнда не болып кетті? Аңшылар ма? Аңшылар ма? Айналайындар, қайда кеттіңдер? Сендерді уайымдатық қой. Апаң сендерді күтіп отыр ауылда. Біз сіздерді тастамадық. Тамақ іздеп шықтық қыстаққа. Біз қыстақта тамақ бар деп естідік. Сол жаққа бара жатырмыз. Айналайындар, жарайсыңдар. Барлығы жақсы. Қошқар, шүкір барлығы жақсы шешілді. Теке, дұрыс айтасың. Сен өте ақылдысың ғой? Балақай, саған ертегі ұнаса, арнаға жазыл және лайк бас.